Ассаламу алейкум достар. Қазір біз тачку на прокачку деген рубрикамызды бастайтын боламыз. Яғни біз бұл жерде, бұзылған машиналарды сатып аламыз, сосын оны қымбат бағаға сатамыз. Я, солай. Кеттік далаға шығайық. Міне далаға шықтық. Бәрі керемет, погода керемет, Лос-Сантос. Міне Лос-Сантос деген осындай қала. Ал ендеше барайық, рынокқа барайық, бұл рынокқа барамын. Блайнен машина интернеттен жаңа, салоннан алған қымбатырақ болады. Менде $10,000 бар. $10,000 машина көреміз. Такси шақырайық, такси. Никуда не уходи, дейді. Ладно, спасибо, no problem, братан. Самый главный келсең болды. О, брателла, тоқта. Такси, ой, ёкаламаны, көзіңе қарамайсың ба, братан? Ты чё творишь? Кеттік мені, мұртың дерске екен базар, көзіңде тема. Мені бұл авторынқа апарып тұста. Давай, кеттік. Давай, тез жүр. Дан! Вот это поворот. Чё ты творишь, братан? Міне авторынқада келіп жеттік қой, Көрейік не машина бар. Класс бір нәрсе дейді. Базарунет. О, Lamborghini, Фаршан, тройка кәдімгідей, Bugatti. Чё, Феррари ма? О, Ford, Mustang, походу білмеймін, точно. Lamborghini Aventador, Lamborghini Diablo, Gato, мен аламыз. Бұл сатылмайды. Кәм бұл машиналар бар, жаңа бар. Не жерде бір машина бар дейді, бірақ машина екен бұл. О, базарунет. Жүрем ағашы, Mustang қонау. Қанша $5,000 сатамыз дейтін. В общем, моторы жарамайды. Дөңгелектер сау екен, кузов майысқан, капоты жоқ, бампер жоқ. Моторын жаратуға болады екен бірақ. Салон нормальный екен, салон зақым келмепті. Осы $5,000 дейді, $5,000. Міне машиналардың бағасын сұрап бөлдім, бұл минимум. Ең арзан машина $500,000 тұрады. Бұл машинаны алайық, оформить етейік, өзімізге не жерден кіреміз, қазір оформить етеміз, сосын жалғастырамыз. Все, өзімізге оформить еттік, енді гаражға дейін машинамен апарып алу керек. Машинаның уақытша прокатқа алдым. Сөйтіп тачку на прокачку жасаймыз. Бір айдың ішінде жөндеп ұстаймыз. Назад, братан, соқпай еш нәрсен. Көтер, кеттік болды, нормально. Все, машинаның гаражға апара жатырмын, өзім гаражыма, соғыта тюнинг алат етіп, мотор, запчасть, бәрін салу керек. Мені машина. Дөңгелек айлана деген самый главный, артқы бампер түсіп қалмаса болды. Кеттік өзіміздің автосалонымызға дейін, автосалон. Мені автомастерскаяға да почти жеттік, машина жөндейтін жерімізге. Бұл жерде менің помощниктерім бар, көмектесіп жібереді өзіме. Жетпес ақша табамыз, если чё. Басында Жигули сатқамыз. Мustangқа жеттік қой. Чё, қалай машина бола ма жөндеуге? Қазір сұрап тастайық наладың. Чё там, братан, бола ма, Конкретно болады, базарунет. Түсінем, бұны машиналар көп алып келе бермеймін ғой. Жігіттер, все, енді бір айдан кейін машинаны алып кетем, сендер жөндеп қойыңдар, ертең келем ғой жұмысқа көмектесіп кетем, өзіммен ана машинаны. Прокат қалып алған машинаны апарып тастайым, братан, чо, очкиңа не болған? Базарунет, қолда iPhone десе кеттім, мен машинасын апарып берейік. Міне арада уже бір айда өтіп бітті, енді, общем, көрейік машинаны барып, тексеріп. Чо там не болып жатқан? Жөндеп қойды звондады ғой. Кеттіген, такси тоқтатайық, баяғыдағыдай, сол тірлік, таксимен барасың, машина жоқ болған жаман.
Все, братан, от души. Міне осы бүгінгі видеомызды осымен аяқтаймыз. Егер видео ұнаса, келесі сериясын шығарамын. Солай. Және сау болыңыздар.